Барлықтарыңызға қайырлы күн. Мен Қызылорда қаласы химия-биология бағытындағы Назарбаев зияткерлік мектебінің 9-шы А сынып оқушысы Өмірзақ Зухра бүгінгі жобаға Сығанақ қаласының құпиясы неде тақырыбын таңдадым. Бұл тақырыпты таңдауымның себебі тақырыптың өзектілігінде жатыр. Яғни, Ұлы Жібек жолы бойында орналасқан ірі сауда орталығы және Ақ Орда мен Қазақ хандығының саяси орталығы болған Сығанақ қаласы бүгінгі уақытта төмпешік астында сарғайған тарихымыздың құпиясын бүгіп жатыр. Қайнаған сыр астында сіресіп жатқан тарихымыздың құпиясын ашып, қаланы зерттеген ғалымдардың еңбектеріне талдау жасап, сіздерді тың деректермен таныстыру бүгінгі жобамыздың өзектілігі және мақсаты болып отыр. Осы міндет мақсаттарды шешу үшін мен зерттеу әдістерін қолдандым. Ең алдымен қаланы зерттеген Якубовский, Калаур сияқты орыс ғалымдарының және Мәмиев, Әбдісамов сияқты қазақ ғалымдарының еңбектеріне талдау жасадым. Сондай-ақ Сығанақ қаласына арнайы барып, зерттеу жұмыстарын жүргіздім. Шырақшыдан қала туралы құнды ақпарат алдым. Қазіргі уақытта Сығанақ қаласынан табылған заттар біздің мұражайымызда сақтаулы тұр. Сол заттардың құндылығы жайлы мұражайдың ғылыми хатшысынан сұхбат алдым. Ең алдымен сіздерді Сығанақ қаласының тарихымен қысқаша таныстырып өтейін. Қазіргі уақытта Сығанақ қаласы Жаңақорған ауданы Сулақ ата елді мекенінің маңында орналасқан. Худуд Алялам жазбаларында қаланың 10-шы ғасырда салынғаны айтылған. 11-ші ғасырда қыпшақтардың, содан кейін Қазақ хандығының алғашқы астанасы болған. 13-ші ғасырда моңғол шапқыншылығынан зардап шеккен қалалардың бірі осы Сығанақ қаласы болды. Өзінің батырлығының арқасында жауға 7 күн бойы бермеген Сығанақ қаласы көпестердің сатқындығының кесірінен түгелдей талқан болатын. Дегенмен, Ақ Орда ханы Сасықбұға кезінде қалада қайта өрлеу дәуірі басталды. Сондай-ақ айта кететін тағы бір қызықты мәлімет, профессор Зардыхан Қинаятұлының айтуы бойынша, қазақтың ең алғашқы қарулы әскері осы Сығанақ қаласында құрылған. Бұл қаланың қаншалықты мықты болғанын көрсетеді. Қалаға барған кезде мен осындай мешіт медресе орнын кездестірдім. Бұл күйдірілген кірпіштен жасалған және көріп тұрғандарыңыздай оның көп есіктері бар. Осы уақытқа дейін сақталуының себебі салыну техникасы мен сапасында болып отыр. Жалпы сол уақыттарда бұл медресе мектеп рөлін атқарған, яғни адамдарға діни білім берген. Және осы мешіт медресе туралы тағы бір қызықты мәлімет айта кететін болсам, оның бір бөлмесінде 19 хан жерленген. Және мына слайдта көрсетілгендей, олардың бетін әсем кірпіштермен көмкеріліп жабылған. Және ең қызығы оның аузы бар. Бұл туралы нақты деректер айтылмаған, бірақ менің ойымша бұл хандарға деген ерекшелікті білдіреді. Сондай-ақ Сығанақ қаласының 15 шақырым жерде құпия мақсатта салынған жер асты жолы орналасқан. Қазіргі уақытта оның беті таспен жабулы тұр. Оған арнайы түсіп көрген журналистер бар. Олардың айтуы бойынша жер асты жолының тереңдігі 5-7 метрді құрайды және оны тектен-текке салынбағанды айтады. Суретте барлығының адам қолымен жасалғаны көрініп тұр және олардың айтуы бойынша елде жау шапқан кезде осы жер асты жолы халықты шығарып жүретін төте жол ретінде қолданылған. Және соғыс кезінде бір-біріне көмек беру үшін де қолданылған. Сондықтан ол құпия мақсатта салынған болатын. Сұхбат талдауына тоқтала кетсек, мұражайымыздың ғылыми хатшысының айтуы бойынша Сығанақ қаласынан табылған заттардың 85% керамикадан, 15% металдан жасалған. Оларды жергілікті шеберлер сырттан келетін импортты тоқтатып, ішкі нарықты дамыту үшін жасаған. Сондай-ақ Өзбекхан деректерінде Бағдадтан кейінгі екінші керемет қала Сығанақ қаласы екені айтылған. Қазіргі уақытта Сығанақ қаласының туристік кешенге ашық аспан астындағы музейге айналдыру жоспарда бар екенін, сол үшін әлі де зерттеу жұмыстары жүргізіліп жатқанын жеткізді. Себебі кезінде ең жақсы дамыған қалалардың бірі болған Сығанақ қаласынан әлі де таң қалдыратын қызықты және құнды жәдігерлер табылады деп сеніп отыр. Қазақтың ордасы болған Сығанақ қаласын қайта жандандыру мақсатында менің сіздерге бірнеше ұсыныстарым бар. Біріншіден, Сығанақ қазақ ордасының астанасы деген монумент тұрғызылса. Екіншіден, мектеп оқушыларына жаздық лагерлер кезінде археологиялық қазба жұмыстары жүргізіліп жатқан қалаларға саяхат ұйымдастырылса. Үшіншіден, туған жерге арналған оқушылардың эссе, өлеңдер немесе тағы басқа шығармаларын баспасөз бетінде жариялайтын оқушылар газеті ұйымдастырылса, нұр үстіне нұр болар еді.